Сәлеметсіздер ме ағылшын тілін үйренушілер? Қош келдіңіздер менің каналыма. Көп видео уақыт болды шықпай қойғанына, бірақ енді бұдан былай көп видеолар шығаруға тырысамын. Кезекті топикті талқылаймыз, грамматикасын талқылаймыз, оқимыз және үйренеміз ағылшын тілін. Ал олай болса, кеттік. Мен сіздерге өте қажетті бір мәтін алдым. Ол мәтін диалог түрінде жүреді. Мысалы, егер сіздер шетелге барсаңыздар, ауырып қалсаңыздар, дәрігерге қалай жазылу керек? Сол жайында топик алдым. Ал бұл топик өте қажетті, сондықтан да мән беріп оқимыз. Ал олай болса, кеттік. Patient дегеніміз бізде ол пациент. Яғни қазақша айтқан кезде ол ауырып жатқан адам. Good morning. Қайырлы таң. I would like to make an appointment with Dr. Smith, please. Бұл жерде good morning'ді білеміз, I дегеніміз мен, would like дегеніміз бұл бізде сондай тіркес, мен қалаймын деген мағынада. Would like хочу, яғни қалаймын. To make дегеніміз бізде бұл инфинитив болып тұр. Бірақ to make an appointment дегеніміз бізде ол кездесу. Зат есім ретінде тұр. N деген бізде артикл, ол бізде зат есім алдында тұрады. Appointment кездесу. Бұл жерде make an appointment дегеніміз кездесуді жасау деген мағынаны беріп тұр. With дегеніміз орысша айтқан кезде с деген предлог. Қазақша мен, бен білеміз ғой, Бұл жерде дәрігер мен деп тұр. With Dr. Smith. Please дегеніміз өтініш. Енді сөйлемді толық аударып көрсек. I would like to make an appointment with Dr. Smith, please. Мен қалаймын кездесуді доктор Смитпен, өтініш. Яғни маған доктор Смитпен кездесу ұйымдастырып беріңізші деп жатыр. Пациент айтып жатыр. Келесі. Receptionist дегеніміз больницаға кіретін кезде администратор тұрады ғой. Немесе регистратор тұрады, Reception тұрады, осыны айтады. Receptionist дегеніміз бізде ол reception. Good morning. Қайырлы таң. Sure дейді. Sure дегеніміз әрине. Sure. Жаттап аламыз әрине. I can assist you with that. Sure, I can assist you with that. May I have your name, please? Good morning, қайырлы таң. Sure, әрине. I дегеніміз мен. Can дегеніміз бізде алу, Assist дегеніміз көмектесу. Яғни мен көмектесе аламын деп. Екеуінің мағынасы. Мен көмектесе аламын сізге. With that. Бұнымен дейді. Мен сізге бұнымен көмектесе аламын дейді. May I have your name, please? May дегеніміз бізде модальный глагол. Модальный глагол тек ағылшын тілінде болады, орыс тілінде, қазақ тілінде болмайды. Біз бұны модальный глагол, may деген модальный глагол, рұқсат сұрау кезде қолданады. Біреуден рұқсат сұрау кезде. Мысалы, мына адамнан рұқсат сұрап жатыр. Мен сіздің атыңызды білсем болады ма? May I have your name, please? Name дегеніміз аты. You дегеніміз сіздің. Сіздің атыңызды білсем болады ма? Деп жатыр. Өтініш, please. Келесі. Patient. Пациент айтады. Yes. My name is John Stevens. Менің атым ол John Stevens. Бұны бәріміз білеміз, Келесі. Reception айтады. Thank you. Рахмет. Mrs. Stevens.
Мистер Стивенс дейді. Адам атына айтылады, иә. Келесі. Could you kindly provide me with your date of birth? Could дегеніміз бұл да сыпайы түрде қолданылатын модальді етістік. Бұның екі мағынасы бар, иә, мен алдыңғы видеоларда айтып өткем. Бұл could дегеніміз могу деген мағынаны білдіреді, орысша айтқан кезде. Істей алу, иә, соның өткен шағында қолданылады. Бірақ именно мына жерде ол екінші мағынасы сыпайы түрде қолданылады. Could you kindly сыпайы түрде сұраулы сөйлемде қараңыздар. Could you kindly provide дегеніміз қамтамасыз ету. Сіз мені қамтамасыз ете аласыз ба дейді. Me дегеніміз мені. With your date, сіздің date дегеніміз күн, иә. Of birth, туған күніңізді айтып жіберіңізші деп жатыр. Яғни бұл жерде сыпайы түрде сұрап тұр. Өтініш, туған күніңізді айтып жіберіңізші деп жатыр. Patient, пациент айтады. Of course дегеніміз әрине. Sure, of course дегендер олар синонимдер. Әрине деп аударылады, жаттап аламыз. I was born on October 15th, 1987. I was born деген просто жаттап алу керек. Was born дегеніміз туылу. Мысалы, адам өзінің туылған жылын күнін айтып келсе, was born'ды қолданамыз. I was born on September. I was born on October. I was born on December деп, иә? Яғни was born туылу. Мен туылдым on October, октябрьдің, яғни айлардың алдында міндетті түрде on деген қолданады. Бұл кестеде кездеседі, міндетті түрде жаттап аламыз. On October 15th дейді. 15-ші деп жатыр бұл жерде. Яғни реттік санесі 15-ші, 14-ші деген ш деген жалғау бар. Сан есімді реттік сан есім дейміз, иә? Мына 15-ші деп жатыр, 15th. Ш деген бізде ағылшын тілінен TH-пен жүреді. Мына 15th с деп айтылады. 1987 дегенді датаны қалай айтамыз ағылшын тілінде ол үшін былай екіге бөлеміз. Яғни 19-ды бөлек айтамыз, 87-ні бөлек айтамыз. 19-ды ағылшын тілінде 19 дейді. 87-ні ағылшынша 87 дейді. Сонда енді екеуін қосып айтамыз. 1987. 1987 жылғы мұныстар. Perfect. Perfect дегеніміз отлично деген сөз. Perfect, яғни киноларда көрсеңіздер айтады. Perfect. Керемет. Now, қазір дейді. What is the reason for your visit? Now дейді қазір. What is дегеніміз қандай деп аударылады. What is қандай. The reason себебі деп тұр. Причинасы, себебі, неде for your visit сіздің келуіңіздің дейді. Окей? Your дегеніміз сіздің, visit дегеніміз келу. Reason дегеніміз причина. Бұл жерде зат есім болып тұр, сол үшін the деген артикл тұр. Зат есім алында міндетті түрде артиклдер қолданады. Енді қолданбайтын артиклдер болады, оны оқу керек, иә? Грамматикадан. Келесі, patient дегеніміз пациент. Айтады. I have been experiencing persistent headache and I would like to get them checked. Қараңыздар, I have been experiencing дегеніміз бұл бізде present perfect continuous шағы. Present perfect continuous шағы қай кезде қолданады? Қазір мен былайынан салайын. Мінекей мынау have been experiencing дегеніміз бізде present perfect шағы. Present perfect шақ дегеніміз бізде ол өткен шақта, яғни өткен шақта басталды оқиға, және қазірге дейін жалғасып жатыр сол оқиға. Әлі біткен жоқ, қазірге дейін жалғасып жатыр. Осындай іс-әрекеттерді біз айту үшін осы present perfect шағын қолданамыз. Оның формуласы қандай? Міне have, немесе үшінші шақ жекеше түрінде has қолданады, иә? Міне қараңыздар. Have, немесе has,
has, иә. Been, мына көрдіңіздер ғой. Been қолданады. Been. Сосын, мынау бізде етістік experience дегенбіз. Соған етістікке ing жалғанады. ing. Это дұрыс жазылмай тұр, бірақ формуласы осындай. Have been ing формуласы жаттап аламыз. Бұрынғы өткен шақта басталды, қазірге дейін жалғасып жатыр. Енді қараңыздар. I have been experiencing дейді. Менде бұрын басталып жатыр, иә? Бұрыннан басталып жатыр басым ауырған дейді. Persistent дегеніміз үнемі, постоянно басым ауырады дейді. Headache. Headache дегеніміз бас ауыру. Мынандай ауруларды айтқан кезде мынау ч деп оқылмайды, бірақ ереже бойынша мынау ч деп оқылу керек, бірақ именно осы ауруларды айтқан кезде х деп оқылады. Headache. I have been experiencing persistent headache. Менде үнемі басым ауырады постоянно дейді. Бұрыннан. And I would like to give them check it. Мен оларды тексергім келеді дейді. Would like біз өттік, иә? Қалау. Мен қалаймын дейді. Оларды check it. Тексеру. Түсінікті ма? Perceptions айтады. I see. Я мен көріп тұрмын. I'm sorry дейді. Маған өкінішті дейді. Өкінішті. To hear. Осыны есту маған өкінішті дейді. That. Бұны дейді. To hear дегеніміз бізде infinitive болып тұр мына жерде. Okay? Let me check Dr. Smith availability дейді. Мына жерде let me check. Позвольте мне дейді. Тексеруге дейді. Қараңыздар. Let me. Маған рұқсат беріңіз дейді. Let деген рұқсат беру. Естік. Me. Маған. Қараңыздар. Let'тен кейін мынандай me деген падеждер, объекттің падеждер келетін болса, онда to деген қойылмайды. Сондай грамматика бар. Let me check. Маған тексеруге рұқсат беріңіз. Dr. Smith'тің кестесін дейді. Яғни availability дегеніміз бізде ол доступный деп аударылады, яғни қолжетімді. Яғни доктор Смит қашан қолжетімді болады екен, тексеріп көрейін дейді. Okay? Келесі сөйлем. Now. How about next Thursday at 9:30 a.m.? How about дегеніміз қалай? Как насчет деп аударылады. Қалай? Next Thursday келесі четверг. Next дегеніміз келесі. Thursday дегеніміз четверг. At дегеніміз бізде ол предлог. Ол қай кезде қолданады? Мынандай сағаттардың алдында қолданады. At деп аламыз. Сағат айтқан кезде міндетті түрде at қолданады. 9:30 дегенде қалай айтамыз? Жарым деген half болады. Сонда at half бірінші міндетті түрде минут айтады ағылшын тілінде. At half past, өйткені 9:30-нан өтті деп тұр ғой. Past деп айтамыз. Half past 9 болады. AM дегеніміз 12-де дейін болса AM деп айтады. 12-ден кейін болса PM деп айтады олар. Окей. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Келесі видеоны мен жасап, бұл мәтіннің әлі жалғасы бар. Мен міндетті түрде түсіремін, талқылаймыз. Ал сіздерден өтініш подписаться етіңіздер. Түсінбегендеріңізді комментариядан сұраңыздар және лайк басыңыздар. See you soon. Келесі кездескенше. Goodbye.